жазушы, баспагер, ағартушы Санжар Керімбай өзінің Өзбекәлі және Мәдени майдан шығармасының алғы сөзінде былай деп айтқан болатын. Өмір бұл әр адамға жаратушының берген үлкен мүмкіндігі, яғни өзінің адами болмысын сақтаудағы үлкен мүмкіндігі. Ал оның ең алғы шарты ұлт алдындағы, қоғам алдындағы, ар алдындағы барлық адами болмысын сақтай білуі. Ал егер де адам саналы ғұмырында сол алғы шартқа ие бола білсе, оның өмірінің соңына дейін және өмірінің соңынан кейін де болмысы мәңгілікке сақталады. Сіздер Өзбекәлі және Мәдени майдан шығармасын оқи отырып, Өзбекәлі Жәнібековтың адами болмысының қыры мен сырына әсерленесіздер деп айтқан болатын. Бүгін біздің әдеби аялдамада Санжар Керімбайдың Өзбекәлі және Мәдени майдан шығармасы. Бізде қонақта әдеби аялдамада тарих пәнінің мұғалімі Олжас Айғожаұлы және бастауыш пәнінің мұғалімі Жазира Серікқызы және мен қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Бақтыбаева Данагүл Арқабайқызы. Осы кітап сатылымға шыққан бетте алып оқып, шын мәнісінде Өзбекәлі Жәнібектің жалпы қазақ тарихына, қазақ мәдениетіне қосқан үлесімен әсерленіп, енді бүгінгі әдеби аялдамада сол әсерімізді ұлтының тарихына жан ашитын, ұлттық құндылықты бойына сіңіргісі келетін оқырмандарға бүгінгі әңгімемізді біз арнамақшымыз. Ұрдажық ұран деген бөлімінен бастағым келіп отыр. Осы бөлімде 1963 жылдан бастап Семей облысында басталады ғой. Сол Семей облысынан басталған мынау қой бағу, яғни жаңағы 100 саулықтан 130 саулық алу деген ұранды бастап, сол ұран бойынша жаңағы қазақтың ауылдың жастары бәрі жаңағы қой шабуға қарай аттана бастайды. Тіпті бір тарихшы жазады ғой, өзі жаңағы алтын белгімен оқып, білімді азамат, тіпті осы ұранның жаңағы жығына қалай жығылғанын білмей қалады өзінің. Өйткені сол кезеңдегі жаңағы идеология барынша қазақтың жастарын оқуға, білімге ұмтылдырғаннан гөрі қой бағуға жіберу. Осы оқиғаны оқи отырып, менің есіме жаңа айттық қой, сонау 1965 жылдан бастап ол етек алды деп, өзімнің сол бір балалық шағым есіме түсіп кетті. Мысалы, егер де жаңа 1900, біз енді 86 жыл мектеп бітірдік, одан кейін ауылда жұмыс істедік. Сонда ауылда жұмыс істеп жүрген кезінде сақман болады ғой. Сол сақман кезде есімде жаңағы қойды ауылға сақманға жіберді. Былай қарасаңыз, көктем айында. Жаңағы алдымызға бір 5-6 ұлдар бар, қыздар бар, бардық. Әрқайсымызға 100 қойдан бөліп берді. Сөйтіп бізге мақсат қойды. Жаңағы қой бағасындар, ол қойдан жаңағы осыншама саулық аласыңдар деп, жаңағы өмірі аттың жалына отырмаған қыз-жігіттеріміз ғой. Былай қарасаңыз, сөйтіп бір күнде қой бағып біз кете бақтық. Сонда біз шыны керек, бару керек деген кезде біз бір мақтанышпен бардық. Өйткені қарасаңыз, ол кезде ауылдағы шопандар астына Волга мінеді. Жаңағы 100-130 саулық алатын шопандарымыз, жақсы Волга мінеді. Одан кейін жаңағы Мәскеуге съезге барады. Ол кезде енді Мәскеудегі съезд деген тек қана біз жаңағы кітаптан ғана оқимыз ғой. Соған біз қарап қызығатымыз. Одан кейін барлық шопандар той болып жатады. Барлық жаңағындай қызық жиынның барлығы, сауда-саттықтың барлығы, соның бәрі шопандар ауылында болып жатады. Сонда біздің сол кезеңдегі ойымызша, шын мәнісінде бұл қойшы болу, мал бағу деген ол үлкен бір жаңағындай бір жақсы бір адамның жеткен шыңы шығар деп ойлаған болармыз мүмкін. Енді осы кітапты оқып отырғаннан кейін барып мен бір терең ойға баттым да. Сонда Өзбекәлі Жәнібек айтады ғой, осының бәрін көріп отырады да, бұл біздің жастардың қалаға, оқуға, білімге, өнеркәсіпке араласуға ұмтылғаннан гөрі, олардың жаңағы шопан болуға ұмтылу бұл апат деп сезеді ғой. Сөйтіп Өзбекәлі Жәнібек ол басқаша бір бұның шешу жолын іздестіре бастайды.
Енді Жазира Серікқызы, сіз осы оқиғаны оқыған кезде өзіңіз жалпы қандай әсерде болдыңыз? Бір оқиғалар есіңізге түсті ма? Бұл қазақтың санасын оятуға сол кезде Өзбекәлі Жәнібек қалай кірісті деп ойлайсыз? Иә, дұрыс айтасыз, Данагүл Арқабаевна. Мен сіз айтпақшы, біз бала күнімізде әке шешеміздің аузынан естіп өстік қой. Солардың сөздерімен құлақтанып өстік. Қыстың Сахманға баратынбыз, қойшылардың ауылына барып, оларға көмек көрсететінбіз деген сөздерді, естеліктерін айтып отыратын да. Сіз айтқан кезде есіме түсіп отыр. Бірақ шынымен де сол кезде айтып отыратын, қойшылардың балалары ең мықты мектептерде оқиды, қойшыларға осындай жақсы жағдайлар жасалады деген. Мен ойлаймын, сол кезде есіме түсіп отыр да, Өзбекәлі Жәнібековтің бұл жақсы бір бастамасының басы шығар деп. Себебі ол кісі айтты ғой, мен осы жастардың бәрі қой бағуға әуестеніп бара жатыр. Оны қалай тоқтатуға болады деген мақсатта олар ақпараттансын, болып жатқан әлемдегі болып жатқан, еліміздегі болып жатқан жаңалықтарды естіп біліп жүрсін деп бірінші жасаған әрекеті қойлы ауылдарға радио қабылдағыштарды орнатып, жаңалықтарды таратты, иә. Бұрынғыдай газет журналдарды сонау алыстан алдыртып оқитын болса, газет журналдарды жеткізудің жолын ойластырды. Тіпті кейін бір жерлерінде бар ғой, ақын жазушылар сияқты атқа мініп қойшыларда өздерінің ойларынан түрлі туындылар туа бастады. Өзбекәлі Жәнібековтің газет журналдарды, түрлі кітаптарды, ақын жазушылардың кітаптарын ауылдарға, сол жайлауға жылдам жеткізу жолдарын да ойластырған. Бұл да мен ойлаймын, Өзбекәлі Жәнібековтің халыққа, әсіресе соның ішінде жастарға деген жанашырлық көзқарасы деп. Олардың бір қойдың артында жүріп қалмаса екен деген өзінің бір жанашырлық, жанайқайы деп ойлаймын да. Туыстарымыздың арасында, таныстарымыздың арасында естіп жүрдік қой, 100 қойдан 130 қоз алды, 100 жылқыдан, 100 биеден 100 құлын алды деген кеуделер толған медаль. Бұлардың бәрі сол кездегі біздің халықты, енді ол да дұрыс шығар, сол кездегі замандағы іс-әрекет қой, бірақ дегенмен де жаңағы сіз өзіңіз айтпақшы, ғылымға, білімге баратын жастардың қой бағып кетуіне ықпалы ғой, ол жаңағы түрлі медальдармен жаңағы астына Волга машинасын мінгізу. Бұл да әрине жастарды бір оңай жолға қарай бет бұру болды да. Ал соны тосқауыл қоя білген Өзбекәлі Жәнібековтің осы бір жерінен мен жақсы әсер алдым. Өзбекәлі Жәнібектің жалпы мәдени майданы, мәдениет үшін күресі жалпы Торғай өңірінен басталғаны өте жақсы суреттеледі осы кітапта. Сондықтан да сол мәдени майдан қалай жүрді? Сол туралы енді Олжас Айғожаұлы өзіңіз айтып өтсеңіз. Ал қайырлы күн, құрметті көрермендер. Данагүл Арқабайқызы бүгін міне Өзбекәлі және мәдени майдан атты кітабымыздың осындай ой талқыға түскеніне қуаныштымыз. Енді Өзбекәлі атамыз туралы айтатын болсақ, енді бұл кісінің негізгі жұмысының көрінуі бұл бағана Жазира апай айтып кетті, қазақ балаларының оқуға, білімге келуі және де қарапайым адамдардың жалпы сауатты болуына көп жұмыс жасалған ғой бұл кісі. Енді бұл кісінің абыройының бір көтерілген кезі бұл Гүлжан Талпақованың Болгарияда өткен фестивальда қазақ өнерінің қандай керемет деңгейде екен бүкіл әлемге көрсеткен болатын. Осы фестивальдан кейін Өзбекәлі Жәнібековтің бақталастары көбейді десек те болады. Енді кеңес үкіметі кезінде артынан еріп келе жатқан мықты білімді азаматтардың барынша аяқтан шалуға тырысқан болатын. Енді Өзбекәлі Жәнібековтің жалпы мәдени майданға кетуі осы Торғайдан басталады. Енді Торғай облысының ашылуы бойынша Брежневке кірген оқиғасы туралы айтуға болады. Енді өздеріңіз білесіздер, ол кезде қазақ даласы көшпелі шаруашылықпен айналысқаннан кейін Торғай өлкесі
өлкесі өте бір сондай бір жұпыны кезеңге жеткен болатын. Енді естеліктеріне қарасақ, Торғайға алғаш келген кездері енді бұл кісілер Мәскеуде, Алматы қаласында қызмет еткен, жақсы жерде, жақсы мекемеде жүргеннен кейін Торғайға барған кезеңі бұл енді екінің бірі ондай жағдайға шыдай бермейді. Ең алғаш естеліктерінен қарайтын болсақ, не жатақханаға ұқсамайды, не бір үйге ұқсамайды, терезесі сынған, сондай бір дауыл соғып тұрған бір көріністі көрсетеді, бір азғындап кеткен бір мекеменің орнын. Енді 1970 жылы осы 23 қарашада Торғай облысын құру туралы бұйрық шыққаннан кейін Өзбекәлі осы мәдени майданды бастап кеткен болатын. Енді ең алғаш Торғай облысындағы атап айтатын мәселе бұл бізде қазақ мектептерінің ашылуына ең бірінші өзінің септігін тигізеді. Себебі орыс сыныптарда 4-5 бала оқитын болса, қазақ сыныптарында 40-45 балаға дейін балалар оқыған. Сол кезде осы Өзбекәлі атамыз өзінің шынайы ықыласын білдіріп, қазақ мектептерін ашуға үлкен жұмыс жүргізген болатын. Енді Торғай өлкесін білесіздер, бұл Ыбырай атамыздың ең алғаш мектеп ашқан мекені болып табылады. Қазақ радиосын ашуы сол кездегі, ол кезде енді теледидар тек бір дәулетті кісілердің үйінде болса, енді радио бұл енді қолжетімді болғандықтан көбінде осы Торғай әуендері атты өзінің кешкі хабарын жүргізеді. Сол хабарда күнделікті осы жадымыздан ұмытып қалған қазақ жыр дастандарын, ертегілерін осы радио арқылы жеткізіп, халыққа барынша осы қазақ тілді контент жүргізуге тырысқан енді ол кісі. Тоқтай тұрасың ба? Енді осы радиодан кейін жалғасын тапқан бізде осы телеарна бағдарламасын енгізеді бұл кісі. Осы бағдарламада осы қазақ өнерінің, жалпы қазақ халқының салт дәстүрлерін халыққа қолжетімді етіп, түсінікті етіп жеткізген болатын. Енді біз Өзбекәлі Жәнібеков деген кезде ең басты біздің осы күнге дейін мақтанып айтатын жетістігіміз ол Наурыздың оралуы. Осы Торғай өлкесінде жүрген кезінде 1973 жылы Проводы зимы атты осы кеңес үкіметінің жоспар бойынша жүргізетін мерекесін тойлауға кіріскен болатын. Бірақ енді Өзбекәлі Жәнібеков Проводы зимының атын қалдыра береміз де, бірақ өзіміздің төл мерекеміз Наурыз мерекесін тойлауға көшеді. Енді ол кезде білесіздер, орыс халқының енді шовинистік көзқарасы, яғни өздерінен басқа ұлттардың барлығын төмен санау, солардың жалпы салт дәстүрін, әдет ғұрыптарын барынша жоққа шығаруға көп жұмыс жасаған болатын. Бірақ соған қарамастан осы Наурыз мерекесін ең алғаш қазақ даласында атап өтуге үлкен көмегін тигізген болатын. Иә, дұрыс айтасыз. Шын мәнісінде осы кітапты оқып отырған кезде біздің мысалы қазіргі өскелең ұрпақтың бірі білсе, осы бірі білмейді. 20-ші Наурыздың осындай үлкен мереке болып атап өтілуінің әр жақ астарында Өзбекәлі Жәнібековтің үлкен ерен еңбегі жатыр. Жаңағы мысалы біздің өзіміздің де әлі күнге дейін де тойланып жүрді ғой, Проводы зимы деп байқасаңыз, иә. Соған жаңағы Өзбекәлі Жәнібеков жазады ғой, мен бірінші фестиваль өткіздім дейді. Бірінші фестиваль өткізеді. Сол фестивальде жаңағы кімдердің қазақтың образдарын, кейіпкерлердің образдарын шығарады. Алдар көсе, Тазша бала, Қыдыр ата, одан кейін жаңағы Ыбырай Алтынсариннің, солардың образдарын шығартып, таңғы 7-де дабылды қақтырып, сол образдарды жаңағы көшеге жіберіп, елді бір селт еткізіп алды дейді. Одан кейін жоқ, бұл аз болады, тағы да бірдеме жетпей тұр деп, сіз жаңағы ол кезде жаңағы қысты шығарып саламыз деп, Проводы зимы жаңағы өзіңіз айтқандай сол мерекені тойлаймыз дейді ғой. Сонда сол мерекеге ол біздің тағы да енді
жаңағы жиреншені, иә, тағы да жаңағы алдар көсемізді қосып тағы да қазақиландырады ғой. Сөйтіп 22 наурыз содан бері мереке ретінде атап өтілетін болады. Мысалы өзіміздің бала кезімізде мен мысалы наурыздың тойланғанын алғаш осы біздің ауылда 1986-87 бір жылдары біртін ұшқыны нете бастады, біліне бастады. Оғынға дейін мен тойлаған білген жоқпын. Мысалы сол кезеңде біздің жаңағы аналарымыз қазандарын апарып, бауырсақтарын пісіріп, кішігірім ауыз ғой. Сол кез қазір орнына кітапты оқып отырып, сол кездер сонда кімнің арқасында келген біз енді ғана біліп отырмыз ғой. Қараңызшы, былай қарасаңыз, иә. Енді ғана біліп отырмыз деп, шын мәнісінде Өзбекәлі Жәнібектің барлық ерен еңбегінің шын мәнісінде ана кітаптың атауындай мәдени майдан болғанын біліп отырмыз. Сондықтан да мінекей біз сіздермен бүгінгі өзіміздің әдеби аялдамада кітапты тағы да бір талқылап, өскелең ұрпақтың көкейлерінде сақтап, әрі қарай осындай ұлттық құндылықты жалғастыруына тағы да бір септігімізді тигізіп отырмыз деп ойлаймын мен. Бұл да бір тарихты білу балалар үшін. Дұрыс айтасыз, иә. Енді Жазира Серікқызы, сіз тағы да енді ары қарай осы ойды жалғастырсаңыз, мысалы тағы да біздің мәдениетімізді дамыту үшін Өзбекәлі Жәнібек тағы да қандай бір тың идеяларды ойлап тапты? Өзбекәлі Жәнібековтің қазақ жастарын сауаттандыруды үздіксіз қолға алып отырғаны кітаптың тағы да бір бөлігінде көрінеді. Бүкіл Торғай өңіріндегі халықтың көпшілігі орыс тілді газеттерге көп жазылған. Соның ішінде жаңағы Тургайская Нов газетінде көптеген адамдардың жазылғанын байқайды да, ал сол өңірде шығарылатын Торғай таңы газетіне жазылымның аз екенін байқайды. Сөйтіп өзінен бастап жазылады ғой сол кітап газетке. Жанындағы адамдарға үгіт насихат жүргізеді. Өзіміздің қазақ тілді газет баспаларын қолдайық, жазылайық деп басшыларға үгіт насихат жүргізеді. Сөйтіп газетке жазылу бірден көбейіп кеткен кезде Өзбекәлі Жәнібековке Алматы қаласынан хабарласатын жер бар ғой. Неге қазақ газетіне жазылу көбейіп кетті? Неге, қандай не жүргізіп жатсыңдар деген қорқыныш туындайды. Сонда Өзбекәлі Жәнібековтің еш саспастан халықтың көзқарасының өзгергенін, қазақ газетінің қазақ әдебиетіне қызығушылықтары артқанының не жамандығы бар дегендей көзқарасын білдіреді. Бұл жерде ұнайды. Және ауылды жерлерге газет журналдардың көп тиражбен келуі, басылымдардың көбеюі сол кезде мені қуантты. Мысалы қазіргі кезде біз балаларды қарапайым кітапқа оқытуға атсалысып жатырмыз ғой. Күнделікті балалар кітап оқыса екен деген көзқарасымыз. Мен ойлар едім, бұл да бір біздің мұғалім тарапынан жасалатын балаларға бір түзу ниетіміз шығар. Мысалы қазір 1-ші сыныпта мен осы кітапты оқығаннан кейін өзім ойладым да, сол дәуірде бұл Өзбекәлі жасаған нәрсені ағарту саласында жүрген неге бізге жасамасқа деп. 1-ші сынып оқушыларын биылғы жылы мен мысалы балаларға кітап сатып алып беруді ұсындым. Балалар қазір енді аз да болса, енді керемет оқып кетпесе де, балалар аз да болса сол кітаптың суретіне қызығып, ішіндегі жануарлар туралы мәліметтерге қызығып, олар аз-аздан болса да бастап кетті. Бұл біз үшін әрине нәтиже, 1-ші сынып оқушылары үшін. Бұл менің осы кітапты оқығаннан кейінгі Өзбекәлі Жәнібеков сияқты біз өз қолымыздан не келеді деген бұл бастаманың басы еді. Және сондай-ақ біздің бастауыш сыныпта да мұғалімдер өздерінің сыныптарына түрлі кітаптар сатып алып оқып бастап кеттік балалармен. Шын мәнісінде де, жаңа Жазира Серікқызы өзіңіз айтып отырғандай, біздің осы бір әдеби аялдамадағы осы бір талдауымыз өскелең ұрпақтың шын мәнісінде қабылдауына жетіп, осы Өзбекәлі Жәнібеков бастаған мәдени майданның ол жалғасын табу керектігін түсінсе, ол үлкен бір ұлы іс деп ойлаймын. Мысалы осы кітапты оқып отырған кезде, жаңағы өзіңіз айтып отырғандай, сол кітапхананы жандандыруы, газет журнал жандандыруы, өзіміздің мен кітапты оқыған сайын қайта балалық шаққа мен қайта оралып отырдым. Мысалы қараңызшы, жаңағы
мысалы кішкентай ғана ауыл, бірақ кітапханасы қандай болды. Енді мен өзім айтсам, сол кішкентай кітапханада мен оқымаған кітап болмаған шығар. Қараңызшы. Бізде керісінше жаңағыдай ой туды да, қиын кезде ол кісі осы нәрсені жасай алды ғой. Қазір мына егемендігіміз бар кезде, түрлі басылымдар көп кезде біз неге осы балаларды осындай оқуға тартпасқа деген, иә? Мысалы, сол кітапханадағы кітаптар енді ол кезде енді ғана ашылып жатқан барлығы кітаптардың саны аз ғой. Сонда жаңағы біз кітапты кезекпен оқитынбыз. Мысалы қазір жаңадан бір кітап келді ма кітапханаға, соған кезекке тұрамыз. Оқып болдың ба деп. Қараңызшы. Сондықтан да бұл жерде шын мәнісінде Өзбекәлі Жәнібековтің тек қана ол бір ғана Торғай облысы емес, жалпы біздің енді оның әрі қарай идеясы облыстан облысқа, ауылдан ауылға ұштасып жатты ғой. Сондықтан мысалы біздің қазіргі осындай ағартушылық жолды жалғастырып отыруымыз, кітап оқуға деген құштарлығымыз бәрі біздің сол бала кезден қалған бір қасиет деп мен өзім түсінемін. Солай түсінемін. Енді келесі кезекте тағы да негізі кітаптың өн бойын оқып отырған кезде біз Өзбекәлі Жәнібековтің жалпы біздің ұлт болып, қазақ болып қалыптасуымыз, біздің мәдениетті болуымыздың көптеген себептеріне біз осы кімді Өзбекәлі Жәнібековті шын мәнісінде үлкен тұлға болды деп біз айта аламыз. Мысалы біздің өскелең ұрпақ мысалы Түркістандағы мысалы Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне барамыз, одан кейін бірінші Арыстан баб кесенесіне барамыз, былай қарасаң Айша бибиге барамыз, бірақ сол жаңағы біздің жәдігерлердің сақталып, сонау ғасырдан бері сақталып, бүгінгі күнге дейін жетіп отыруының бірден бір себепкері осы Өзбекәлі Жәнібек екендігін біле бермейді. Соны Олжас Айғожаұлы осы оқиғалар қалай жандандырды. Былай қарасаңыз, ол елеусіз қалған еді ғой. Соны Өзбекәлі Жәнібек жандандыра білді. Бүгінгі күні сол кесенелер бұл қазір бүкіл дүние жүзіне танымал болған біздің жәдігерлер, ұлы мұра деп біз мақтанышпен айта аламыз. Дұрыс айтасыз, Тамара Арқабайқызы. Енді Өзбекәлі атамыздың жалпы Өзбекәлі деп естіген кезде бізге ең бірінші Наурыз көз алдымызға елестейді. Одан кейінгі тағы осы күнге дейін жеткен Қожа Ахмет Яссауи кесенесін біз айтуымызға болады. Себебі кеңестік дәуір кезінде Қожа Ахмет Яссауи кесенесі жалпы ғимараты өте нашар жағдайда болған болатын. Осы кесенені қайтадан қалпына келтіру бұл қарапайым адамның қолынан келе бермейді. Бұл мемлекеттік деңгейде қолдау керектігін сол кезде өзі түсініп, қолында билігі бар кезде осы Қожа Ахмет Яссауи кесенесін жалпы әлемдік қонақтар келген кезде, сырт туристер дейміз ғой, осы Қазақстан жеріне келген кезде біз нені көрсетеміз? Біздің осындай ұлттық мұрамыз бар, Қожа Ахмет Яссауи кесенесі бар. Оны алдымен көрсетпес бұрын оны толыққанды реконструкциядан өткізуіміз керек деп. Енді ол кездің ақшасы деген қазіргі ақшамен есептесек, енді $1 миллион жоғары ақша бөлінген. Себебі орыстар ол кезде ондай нәрсені қолдай бермейтін. Осы туристік бағытты дамытамыз деп өзінің айлакерлігін көрсетіп, осы Қожа Ахмет Яссауи кесенесін қайтадан қалпына келтірген Өзбекәлі Жәнібекті айтуға болады. Одан кейін тағы да айтатын нәрсе Тайқазанның оралуы. Тайқазанның оралуы себебі білесіздер, енді кеңестік дәуірден әбден зардап шеккен халық осы Тайқазанның қайта оралған кезін естеліктеріне қарасақ, қайтадан бір қазақтар өздерінің бір еңсесінің көтерілгендігі, бір рухтанып, бір тылсым дүниенің болғандығы туралы айтылады. Орыстар барынша, енді орыс халқы қазақ мәдениетін барынша жоқ қылуға тырысқан. Енді оны ол кездері ашып айтпаса да, қазір енді өзіміз алдымызға тәуелсіз ел болғаннан кейін тарихты айтуға тура келеді. Енді оны біз жоққа шығара алмаймыз. Осы Тайқазанның қайтадан келуіне осы Өзбекәлі Жәнібек тікелей атсалысқан. Тағы да осы жол бойындағы
жолдың салынуы осы Түркістан қаласына дейінгі, одан кейінгі мына қарапайым дүние жол бойындағы оң жақ болсын, сол жақ болсын, аялдамалардың салынуына тікелей атсалысқан. Өйткені сырттан келген қонақтар, мысалы, сырттан келген қонақтар мысалы қай жерге тоқтайды, өзінің демалыс уақытын дұрыс өткізуіне осы кісі тікелей атсалысқан. Енді ол бір бізге көзге көрінбеуі мүмкін, бірақ театр начинается с вешалки дейді ғой, сол секілді қарапайым жолдың бойындағы аялдамалардың жасалуына тікелей осы кісі өзінің септігін тигізген. Одан кейін жаңа жол бойы дегеннен есіме түсіп отыр. Мысалы енді көп жол жүреміз ғой, енді ұзақ жолды көп жүреміз. Сонда мысалы жолдың бойында жаңағы нелердің бұғы, тау ешкісі, арқар, бүркіт мүсіндерін көреміз ғой. Енді мән бермейтінмін мен. Қасына тұрамыз, суретке түсеміз, бірақ соны кім салдырды, мен шыны керек осы кітапты оқығанға дейін білмеппін. Сонда сол мүсіндерді сұрақта болмауымыз, оны біз енді қызықпыз, бала кезімізде түсеміз, суретке түсеміз, мәзбіз болды ғой. Бірақ осы кітапты оқығаннан бері мен жаңағы әр жолда жүрген кезде әр мүсінді көрген сайын мақтанышпен қарап өтетін болдым. Міне бұның негізін салған, қазақ даласына қойдырған Өзбекәлі Жәнібеков деп. Былай қарасаңыз, ол бір жай мүсін сияқты, бірақ әр жағында бір рух жатыр ғой. Өйткені қойылған жаңағы мүсіндердің барлығы былайға мықты ғой. Мықтылар, жаңағы өрде жүретін, қырда жүретін, қияда жүретін, мысалы бүркіт, бұғы, тау ешкісін алдырмайтын. Сонда оның әр жағында бір керемет бір идеология болып тұр ғой, қараңызшы. Біздің қазақ даласының кең даланы жаңағы тек қана кімдер ғана, кімдер жүреді, кімдер ие біздің кең далаға деген сияқты. Сонда мінекей енді біздің балаларымыз, ұрпақтарымыз біліп жүреді, енді айтып жүреміз, кімнің әсері бар осы жерде деген сияқты. Енді келесі әңгімемізді жалпы қазір біздің жалпы Қазақстанда туризм мәселесі өзекті мәселе ғой. Туризм, жалпы Қазақстанға, қазақ жеріне туристерді тарту деген мәселесі. Ал енді осы оның ішінде Алматы қаласына туристерді тартудың тағы да бір несін салған, фундаментін салған, бастамасын бастаған осы Өзбекәлі Жәнібеков екен. Қазіргі мысалы біздің тіпті қымызхана ана туристерге біздің қазақтың ұлттық туристер қазақтың ұлттық дәмінен дәм тату керек деп киіз үйде құрып, биені тура сол жерде саудырып, қымыздың дәмін таттырып, жаңағы туристерді тартқан да осы Өзбекәлі Жәнібеков екен. Мысалы бұрын шыны керек, біз бұрын бала кезімізде ол өзіміз мысалы алысқа шыққан жоқпыз ғой, былай қарасаңыз. Өйткені енді Мәскеу КСРО-ның құрамындамыз, былай қарасаңыз, алысқа ешкім аттап шықпайтын, былай қарасаңыз. Және біздің Қазақстанға көп туристер келе бермейтін. Мен сол кезеңде жаңа біртін біздің оңтүстік жаққа туризмді дамытқан Өзбекәлі Жәнібеков екен. Сол туралы да өздеріңіз қосып өтесіздер ма? Енді бұл кісінің істеген ерліктерін бір сағатпен айту мүмкін емес, себебі өте ауқымды жұмыс атқарған бұл кісі. Енді бұл кітап бізге сөзін ашығы керек, оқығанға дейін қандай едік, оқығаннан кейін қандай боламыз деген сұрақ мазалайды. Әр қазақ баласы, жалпы әр қазақ азаматы осы кісінің өмірінен бір үлгі алу керек деп ойлаймын. Себебі қазір технология дамыған уақытта түрлі ақпараттардың тез дамуына байланысты біздің өзіміздің ұлттық құндылықтарымызды ұмытпауымыз керек. Енді бұл кісі өзі тарихшы болған, қазақ өнерінің, жалпы қазақ ой өрнектерінің бұл кісі өзі отырып, сызбасын сызып, жоқ жерлерін көрсетіп, өте өнерге келген кезде өте бір қатты болған. Себебі бұл қазақ өнерінің қандай биік деңгейде екенін көрсетуге тырысқан. Бұл кісі ерінбейтін кісі болған. Енді қай естеліктеріне қарасаңыз, Торғайда театр ғимарат салынып жатқан кезде театрды ең алғаш мен ойлағам Алматы қаласында дамыған шығар дейді, тарихқа терең үлгеде. Сонда осы Өзбекәлі Жәнібековтің
театр гардероб мәдениеті гардеробтан басталады деп мына кітабымда жазылған ғой, жаңағы адамдардың барлығы театрдың іші суық, киіммен отыра берейікші, не үшін киімімізді өткізуіміз керек деп соны жасаған кезде театрдың ішін жылылауды іске қосқан, иә. Содан кейін театрда спектакль біткеннен кейін адамдардың барлығы қазір киім алатын кезде кезекке тұрып қалмайық, ертерек шыға берейік деп спектакльдің бітуін тоспай адамдардың барлығы шыға бастағанын байқаған кезде орнынан тұрып өнерпаздарға қошемет көрсету керек екендігін де сол кісі ең бірінші бастамасын бастаған кісі екен. Сонда мен Алматыдан арнайы театр қонақтары келіп спектакльді көрген кезде бұл мәдениетті Алматы қаласына да апару керек екен деген ұсынысты тасталған екен да. Сонда мен таңғалдым. Сонда театр мәдениетінің өзі сол Торғай қаласында басталғандығын естідім. Сол жақтан бастап алады, иә. Енді бұл кісінің жалпы ерлігі өте көп. Енді қайсы бірін айтпасақ та, бұл әр азаматтың бойында табылатын мінез болу керек. Енді осы жалпы Алаш зиялыларын алсақ та, осы Өзбек атамыз бар, Санжар Керімбай жазушы, қазір осы санадан кеткен, көзден кетсе де көңілден кетеді демекші, біраз ұмыт қалған тұлғаларымызды қайтадан осы жарыққа шығарып жатыр. Сол бізді қуантады. Енді бұл кісінің ерлігін әр оқушыға біз дәріптеуіміз қажет. Қазір енді мектеп қабырғасында осы кісілердің істеген ерліктерін біліп жүру керек. Осындай ұлттық өнерімізді қиын қыстау кезеңде қандай деңгейге жеткізді, қазір осы барымызды жоғалтпауға тырысуымыз керек деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз. Мысалы, біз оқушы кезімізде де, тіпті жоғарғы оқу орнын бітірген кезде де біз Қазақстан тарихын оқымадық десек болады. Біз КПСС тарихын оқыдық. Тек қана сол КПСС тарихының ішінде қысқаша Қазақстан тарихы туралы мәліметтер болатын. Азды көпті болатын. Ал бүгінгі өскелең ұрпақтың оқитын тарихы бар. Солай емес пе? Қазақстан тарихы бар. Сондықтан да осындай кітаптарды басылымнан шығарып, ұлттың санасын, ұлттың рухын оятып жүрген осындай ағаларымызға, Санжар Керімбай секілді ағартушыларымызға біздің алғысымыз шексіз. Енді Түркістанға барған кезде бірінші Арыстан бабамызға барамыз ғой, басына. Сол кезеңде негізі Өзбек Жәнібеков сол жерде жерленген. Оны бірі білсе, бірі біле бермейді. Мысалы, өзім оңтүстік өңірдің азаматы болғандықтан, мен бірінші барған кезде Түркістанда шыны керек таң қалдым. Бұл кісі кім болады екен? Тура Арыстан бабамыздың қасында жерленген, кім болады екен деп, сөйтіп ішіндегі шырақшылар отырады ғой. Сол кісілерден сұрап жүріп, бұл кісі туралы оқып, уже іздей бастадым мен. Сосын кейіннен сұрағыма жауап табылғандай, Санжар Керімбайдың осы кітабы жарық көріп, сөйтіп бірден басылымға шыққан бетте оқып, бұл кісінің осындай керемет жалпы қазақ халық үшін сіңірген еңбегінің біз шын мәнісінде куәгері болдық, кітапты оқи отырып дейміз. Жалпы кітапты оқи отырып менің ой түйгенім, біз шетелдің түрлі аударма кітаптарында оқыдық қой, не деген мықты данышпан, ақылды азаматтары бар деп, өзіміздің арамызда да өзіміздің жерімізден де шыққан түрлі ел үшін, халық үшін қызмет еткен, олардың өркендеуіне қызмет еткен атақты тұлғалар бар екен. Енді біз не істей аламыз? Біз болашақта осы алдымызда оқытып отырған балаға не істей аламыз дегенде, әрине біз халық үшін, отан үшін қызмет ететін, оны ары қарай дамытатын ұрпақты тәрбиелеу, бұл біздің міндетіміз. Бұған дейін де біз бұл міндетті білетінбіз, бірақ бұл кітапты оқығаннан кейінгі ой түйгенім, біз дұрыс жолдамыз деген шешім қабылдадым. Біз дұрыс жолдамыз, біз балаларға білім беруді және оларды отанын сүюге, тек отанын сүю деп қана қоймай, сол отанға адал қызмет ететін азаматтарды тәрбиелейміз деп сенімді түрде айта аламыз. Енді бұл кісінің еңбегін айтып өттік. Әлі де бұл кітапты оқыған адам жалпы кітаптың соңына келген кезде бұл кітап бітпесе екен деген ой, ары қарай бір жалғасын тапса екен, тағы да не жасады, ерліктерін білсек екен деп. Енді қазақ ұлтының жалпы шыққан тұлғаларына келетін болсақ,
бұл кісілердің балалық шақтағы тәрбиесі екен негізінде. дұрыс айтасыз. Оны біз енді мектеп қабырғасында балаларға барынша оқуға жағдай жасағанмен, бірақ ең бірінші мына әр отбасында да осы қолдау тапса, балалардың тәрбиесіне көңіл бөлсе, осы ұлттық құндылықтарымызды бойына сіңірсе, яғни қазір ертегі оқитын ата-апалар да азайып бара жатыр. Оны өздеріңіз де көріп жүрсіздер. Қазір ұялы телефон деген нәрсе бар. Соның ішіне кіріп кеткен балаларды біз осы кітап оқуға шақыруымыз керек. Оған тікелей ата-аналардың да көмегі қажет, себебі үйде қадағалау болса, жалпы бұл кітап емес, жалпы ұлттық құндылықтарымызды дәріптеуге әр ата-ана өзі көмектесу керек балаларға. Күн тәртібін сызып, ертегі аңыз әңгіме, қисса дастандарымыз бар, батырлар жырымыздың өзі қандай. Енді ата-аналарға осы кітапты өздері бірінші оқып, одан кейін балаларына түсіндірсе, ол үлкен Ұлыс болады, деп сенеміз. Енді бүгінгі шақырғандарыңызға рахмет. Енді әлі де басқа кітаптарды талқылауға келеміз деп ойлаймын. Енді бастамамыз ары қарай жалғасын тауып, осындай жақсы бір сұхбат болды деп ойлаймын. Рахмет сіздерге. Құрметті оқырман, Олжас Айғожаұлы және Жазира Серікқызы бүгінгі мәдени майданда бірге болып, оқырманның жүрегіне ой салғандарыңыз үшін көп-көп рахмет айтамыз. Өзбекәлі Жәнібековтің өмірі және халқы үшін жасаған мәдени майданы оқырманға ой тастайды, оқырманның жүрегіне от салады және кітап оқуға қызығушылығын арттырады деп ойлаймыз. Құрметті оқырман, келесі әдеби аялдамада кездескенше сау болыңыздар.